Жаз жайлауы көзді көлді жайлаған қалың қыпшақ жағалай Тоқтар байдың дәулеті. Ішкені мас, жегені тоқ, бай кедейдің көңілі жай. Қыстауы қараспан көкке таласқан, ат үйірінен адасқан, қалың қыпшақ тізіліп, қонса қоныс жарасқан, әліп таңба қыпшақтың атағы озған алаштан. Жас ұрпақтың санасына ұлттық тәлім тәрбиенің негізін қаптастырған бұл жобаның бізге берері көп деген үміттемін. Бұл жобаның мақсаты ел тағдырын биік қойған дастандармен өскелең ұрпақты сусындатып қана қоймай, ықылым заманнан бері келе жатқан жыршылық дәстүрді қайта жандандыру болып табылады. Жан серігім бұрылат, сал құлағың сөзіме. 40 күншілік қазанды көрсетші бүгін көзіме. Көрсетпесең көзіме, онда құртқа мен мұңда қалар ем көңілім өзіме. Құралайдың талына, алуа шекер балына, тобылғы сапты қамшымен тартып жіберді тай бұрылдың санына. Қобыланды батыр жырын жаттағанда, Қобыланды батырдың адалдығын, ерлігін, қайтпас қайсарлығын өзімнің өмірлік ұстаныма алдым. Және де мен Қобыланды батыр сияқты еліме, жеріме адал қызмет етемін. Жарысқа қатысушыларға сәттілік, өзіме жеңіс тілеймін. Құлдар мініп туалған